Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математикадан 18-ші сабақ. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпа. Бірінші есепке назар аударамыз. А нұсқасы қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. Қорытынды жаса. 68 қосу 32 санын қосу үшін ең алдымен сандарды ондықтар мен бірліктерге жіктеп аламыз. 68 санының ондығы 60, бірлігі 8, 32 санның ондығы 30, бірлігі 2. Енді жақшаның ішінде ондықтарды бір бөлек, бірліктерді бір бөлек қосып аламыз. 60-ға 30-ды қосқанда 90, бірліктерді қосқанда 8-ге 2 қосқанда 10, 90-ға 10 қоссақ 100 шығады. Енді азайту амалына қарайық. 100-ден 32-ні азайту үшін 32 санын ондық пен бірлікке жіктеп аламыз. 100-ден ондықты азайтамыз. Сонда бізде 70 шығады. 70-тен 2-ні азайтамыз. Бізде 68 шығады. Ә нұсқасын осы әдіс бойынша шығарамыз. 64-ке 36-ны қосу үшін оларды ондық пен бірлікке жіктеп аламыз. Жақшаның ішіне ондықтарды қосамыз. 60-қа 30 қосқанда 90, бірліктерді жақшаның ішіне қосып аламыз. Бізде 10 шығады. 90-ға 10 қосқанда 100 шығады. Келесі есеп 100-ден 82-ні азайтамыз. Яғни 100-ден 2 таңбалы санды азайтатын болсақ, 2 таңбалы санды ондық пен 100 бірлікке жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 100-ден 80-ді азайтамыз. Бізде 20 шығады. 20-дан 2-ні азайтқанда 18 шығады. 57 қосу 43. Бұны да ондық пен бірлікке жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде ондықтарды қосамыз. 50-ге 40 қосқанда бізде 90. Келесі жақшада бірліктерді қосамыз. 7-ге 3 қосқанда бізде 10 шығады. 90-ға 10 қосқанда 100. Келесі 100-ден 44-ті азайту үшін 44-ті ондық пен бірлікке жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 100-ден 40-ті азайтамыз. Бізде 60 шығады. 60-тан 4-ті азайтқанда 56 шығады. Екінші есеп. Өрнектерді 3 топқа бөліп жаз, мәндерін тап. Бірінші топқа біз 3 таңбалы саннан 2 таңбалы санды азайтуда аламыз. Мысалы 100-ден 32 және 100-ден азайту 52. Екінші топқа біз 2 таңбалы саннан 2 таңбалы санды азайтуға жазамыз. 80 азайту 12, 60 азайту 13. Үшінші топқа қосындыны жазамыз. Яғни 29 қосу 39, 19 қосу 28. Енді осыларды шығарайық. Бірінші топ 100-ден 32-ні азайту үшін 32-ні ондық пен бірлікке жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 100-ден 30-дан азайтамыз. Бізде шығады 70. 70-тен 2-ні азайтқанда бізде 68 шығады. 100-ден 52-ні азайту үшін де 52-ні ондық пен бірлікке жіктейміз. Жақшаның ішінде 100-ден 50-ді азайтамыз. Бізде 50 шығады. 50-ден 2-ні азайтқанда 48 шығады. Екінші топтың есебі 80 азайту 12. Бұл жерде 12-ні ондық пен бірлікке жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 80-нен 10-ды азайтқанда 70. 70-тен 2-ні азайтқанда 68 шығады. Келесі 60 азайту 13. 13-ті 10 мен 3 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 60-тан 10-ды азайтқанда 50, 50-ден 3-ті азайтқанда 47 шығады. Енді үшінші топтың есебін шығарайық. 29 қосу 39. 29-ды 20 және 9 деп жіктеп аламыз. 39-ды 30 және 9 деп жіктеп аламыз. Бірінші жақшада ондықтарды қосамыз. 20-ға 30 қосқанда 50. Екінші жақшада бізде бірліктерді қосамыз. 9-ға 9 қосқанда 18. 50-ге 18 қосқанда 68 шығады. Келесі есеп 19-ды 10 және 9 деп жіктейміз. 28-ді 20 және 8 деп жіктейміз. Жақшаның ішіне ондықтарды қосамыз. 10-ға 20 қосқанда 30. Келесі жақшада бірліктерді қосамыз. 9-ға 8 қосқанда бізде 17. 30-ға 17-ні қосамыз. Бізде 47 шығады. Үшінші есеп. 13-тен 16-ға дейінгі 2 таңбалы сандарды жаз. Олардың әрқайсысын 9-ға кеміт. 13-тен 16-ға дейін бізде 14 және 15 деген сан шығады. Енді осы сандардан 9 санын азайтамыз. Ол үшін 9-ды ең әуелі 4 және 5 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 14-тен 4-ті азайтамыз. Бізде 10 шығады. 10-нан 5-ті азайтқанда 5 шығады. Келесі 15 азайту 9-да да 9-ды 5 және 4 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 15 азайту 5 бізде 10 шығады. 10-нан 4-ті азайтқанда 6 шығады. Төртінші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы. Атам 76 жаста, ал әжем одан 4 жас кіші. Әжем неше жаста? Қысқаша шартын құрып аламыз.
Бізде атам 76 жас, әжем белгісіз, бірақ 4 жас кіші. Шешуі ол үшін 76-дан азайтамыз 4-ті. 76-ны 70 және 6 деп жіктеп аламыз. 70 қосу жақшаның ішінде 6-ны азайтамыз 4-тен. 6-нан 4-тен азайтқанда 2, 70-ке 2-ні қосамыз 72. Жауабы әжем 72 жаста. Ә нұсқасына назар аударайық. Әжем 72 жаста, ал атам одан 4 жас үлкен. Атам неше жаста? Әр есепті қандай амалмен шығардың? Түсіндір. Қысқаша шартын құрамыз. Әжем 72 жаста, атам белгісіз, бірақ 4 жас үлкен. Шешуі 72-ге 4-ті қосамыз. 72-ні 70 және 2 деп жіктеп аламыз. 70 қосу жақшаның ішінде бірліктерді қосамыз. 2 қосу 4, 6 шығады. 70-ке 6-ны қосқанда 76. Жауабы атам 76 жаста. 5-ші есеп. Мысалдарды шығар. 43 қосу 57. 43 және 57 сандарын жіктеп аламыз. 43-ті 40 және 3, 57-ні 50 және 7 деп жақшаның ішіне ондықтарды қосамыз. 40-қа 50 қосқанда 90. Келесі жақшаға бірліктерді қосамыз. 3-ке 7 қосқанда 10 шығады. 90-ға 10-ды қосқанда 100 шығады. Келесі есеп 87 қосу 13. Бұларды да жіктеп аламыз. Бірінші жақшаға ондықтарды қосамыз. 80 қосу 10. Екінші жақшаға бірліктерді қосамыз. 7 қосу 3. 90 қосу 10 бізде 100 шығады. Келесі 62 қосу 38. 62-ні 60 және 2, 38-ті 30 және 8 деп жіктеп аламыз. Жақша іште ондықтарды қосамыз. 60-ға 30 қосқанда 90. Келесі жақшада бірліктерді қосамыз. 2-ге 8 қосқанда 10. Бізде 100 шығады. Келесі 39 қосу 61. 39-ды 30 және 9, 61-ді 60 және 1 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішіне ондықтарды қосамыз. 30-ға 60 қосқанда 90. Келесі жақшаға бірліктерді қосамыз. 9-ға 1 қосқанда 10. 90-ға 10 қосқанда бізде 100 шығады. Келесі есеп 100 азайту 47. Бұл жерде 47-ні 40 және 7 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 100-ден 40-та азайтамыз. 60, 60-тан 7-ні азайтқанда 53 шығады. 100 азайту 95, 95-ті 90 және 5 деп жіктеп аламыз. Жақшаның ішінде 100 азайту 90, 10 шығады. 10-нан 5-ті азайтқанда 5 шығады. Келесі 100 азайту 64, 64-ті 60 және 4 деп жіктейміз. Жақшаның ішінде 100-ден 60-ті азайтқанда 40, 40-тан 4-ті азайтқанда 36 шығады. Келесі 100-ден 28-ді азайтамыз. Жақшаның ішінде 100-ден 20-ны азайтқанда 80, 80-нен 8 азайтқанда 72 шығады. Балалар, бұл есепті 0-ге дейін дөңгелектеу әдісі деп аталады. Яғни бізге жеңіл түрде есепті шығару әдісі. Ойлан тап. 6-шы есеп. А нұсқасы. Әжем дүйсенбі, сәрсенбі және сенбі күндері қазақтың ұлттық сусындары шұбат, қымыз, айран жайлы әңгімелеп берді. Шұбат және айран туралы әңгімені дүйсенбі күні айтқан жоқ. Сәрсенбі күні қымыз бен айран туралы айтпады. Әжем қай күні қандай сусын жайлы әңгімеледі? Ең алдымен шұбат, қымыз, айран деп сусындарды жазып аламыз. Және дүйсенбі, сәрсенбі, сенбі деп жазып аламыз. Енді қараймыз тапсырмаға. Дүйсенбі күні нені айтқан жоқ дейді? Шұбат және айран туралы айтқан жоқ. Яғни сонда қымыз туралы айтып тұр. Сәрсенбі күні қымыз бен айран туралы айтпады дейді. Сонда шұбат туралы айтып тұр. Ал сенбі күні айран туралы айтқан екен. Ә нұсқасы. Сары түсті жолақшадағы сандар арқылы жасырынған сөзді оқы. Ол үшін 7 санына кестенің бірінші қатарындағы сандарды біртіндеп қос. Әр қосындының мәніне сәйкес әріпті тап. Мысалы 7 қосу 10 тең 17. 17 санына сәйкес әріпті М әрпі. Ең алдымен есепті шығарып аламыз. 10-ға 7 қосқанда 17, 11-ге 7 қосқанда 18, 12-ге 7 қосқанда 19, 13-ге 7 қосқанда 20, 14-ге 7 қосқанда 21. Яғни 17 санында М деген әріп, 18 санында қысқа И, 19 санында І, 20 санында Е, 21 санында Р. Тиісті сандарға әріптерді жазып шығамыз. Сонда бізде мейірім деген сөз шығады. Сонда отбасындағы мейірім дегеніміз отбасы мүшелерінің бір-біріне қамқор, жанашыр болуы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақты соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Достарына жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.